Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Оңтүстік телеарнасында сот және қоғам бағдарламасы. Сіздермен бірге Нұрлан Әлімбаев. Бірінші шілдеден бастап Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексі күшіне енеді. Жалпы бұл кодекс несімен ерекшеленеді? Біз бүгінгі бағдарламамызда осы және өзге де сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Ендеше студиямызға келген спикерлермен таныс болыңыздар. Әбдіғаппар Бекназаров, Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы. Қабыл Дүйсенби, Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісінің ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы. Қош келіпсіздер. Қош келдіңіз. Әкімшілік рәсімдік процестік кодекс несімен ерекшеленеді? Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасында әкімшілік әділет қажеттілігі пайда болуына байланысты шешуші қадам жасалып, 2010 жылы әкімшілік рәсімдік процестік кодекс мемлекеттің құқықтық саясат тұжырымдамасына енген болатын. Осы кодексті дайындау барысында дүние жүзінде көп мемлекеттердің тәжірибесі зерделенді. Әсіресе оның ішінде айтып өтетін жағдай бұл Еуропа мемлекеттерінің тәжірибесі негізге алынып отыр. Осыларды зерделей келе біздің қоғамда да осы кодекстің қажеттілігі туындады. Оған не себеп болды деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, бұл жерде әрине барлығымызға мәлім, азамат мемлекетпен дау болған кезде, мемлекеттің арасында дау болған кезде, мемлекеттік органның оған күші, мүмкіндігі өте көп. Олардың заңгерлері бар, олардың ішінде қорғаушы жалдауға мүмкіндіктері бар, ал азамат, жеке тұлғалар оларға қарсы келу, ондай дауларды шешуде өзінің құқықтарын қорғауда мүмкіндігі аз деп барлығымызға барлығымыз білеміз. Сондықтан осы кодексте осы құқықтық рәсімдік мәселелерді реттеу үшін осындай кодекстің қабылдауы қажет болды. Сондықтан бұл кодекс қазір жария құқықтық қатынастардағы арадағы дауларды шешеді. Яғни жеке тұлға және азаматтық және заңды тұлғалардың мемлекеттік органдармен араларындағы дауды шешу үшін арналған кодекс. Соған қабылданып отыр. Сондықтан бұл 20 маусымда президенттің 2020 жылдың маусымында президент қол қойды, кодекс қабылданды. Алайда ол осы жылдың 1 шілдесінен өзіңіз айтқандай күшіне енеді. Осы қолданысқа енгеннен кейін осы даулардың бәрі, осы тұрғыда тұрған даулардың бәрі сол соттарда, сол рәсімдік процестік кодексінің аясында шешілетін болады. Жақсы. Қанша баптан тұрады? Бұл қабылданған кодекс 174 баптан және 25 тараудан тұрады. Оның ішіндегі әр тарауында өзінің бөлінген қажеттіліктері көрсетілген барлығы. Оған бөлек айтып өтетін шығармыз қазір. Ал қазіргі кезде осы кодекстің қабылданғаннан бері өкіметте арнайы өкіметтің қаулысы шықты. Мемлекеттік органдарды осыған байланысты дайындау, ол жердегі азаматтардың келіп түскен шағымдарын тіркеу, басқа қылу, яғни осы кодекстің аясында барлық құжаттарды соған теңестіру, соған дайындау жөнінде қаулы шықты. Мемлекеттік органдар және сот саласы осыған қазір дайындалу жұмыстары жасалып отыр. Сол үшін 1 шілдеге дейін уақыт берілген бұл жерде. Түсінікті, рахмет. Мемлекеттік мекемелерді дайындау төңірегінде әңгіме болды. Біздің мекемелер дайын ба бұған? Қандай жұмыстар атқарылып жатыр бұл бағытта? Жалпы енді ең бірінші мәселе бұл заңды түсіндіру ғой. Осыған байланысты өткен жылы маусым айында Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексі қабылданғаннан кейін біздің қалалық соттың төрағасы Ербол Мұхажан Рахымбеков арнайы жоспар бекітіп, осыған байланысты осы заңды халыққа түсіндіру және насихаттау бойынша арнайы жоспарға сәйкес бірқатар жұмыстар атқарылды. Оның ішінде ең алдымен айтатын болсақ, бір рет дөңгелек үстел мәжілісі өткізілді. Қалалық соттың ұйымдастыруымен оған әкімшілік соттың судьялары бәрі қатысты. Сонымен қатар біздің қалалық соттың судьялары және де Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьялары тарапынан 11 мақала шықты. Жергілікті және республикалық басылымдарда. Және судьялар өздерінің парақшаларына Фейсбуктегі 4
пост жариялады. Енді барлығын қосқанда 15, енді бұл енді өткен жылы жаңа заң алғашқы қабылданған кез болатын. Әрине бұл осымен тоқтап қалған жоқ. Биылғы жылы ақпан айында тағы да мынау қалалық соттың төрағасы Ербол Рахымбеков арнайы кесте жасады. Осы кестеге сәйкес ақпаннан тамыз айын қосалғанда осы 8 ай бойы осы жұмыс жалғасатын болады. Қазірдің өзінде біз бір брифинг өткіздік, 2 баспасөз мәслихатын өткіздік және 3 семинар өтті. Осы семинарға мынау жергілікті атқару билігінің, мысалға Шымкент қаласы әкімінің аппаратының қызметкерлері, басқармалар келіп, осы жұмыстар енді жалғасып жатыр. Оған мынау өзіңіз білетін қалалық соттың судьялары және де мынау Шымкент қаласының мамандық әкімшілік сотының судьясы Әбекең сол жерде оларға осы заңды түсіндіріп, жан-жақта насихаттап жатыр. Әрине, биылғы жылдың өзінде біз 4 рет телеарнаға сұхбат берді біздің судьялар тарапынан. Сонымен қатар осы тақырып төңірегінде. Тек осы тақырып жеткілікті ме? Әрине жеткіліксіз. Өйткені бұл жаңа заң болғаннан кейін бұны енді ең негізгі ережелерін түсіндіру керек. Бұның жаңалығы көп, халыққа келер жақсылығы да мол. Сонымен қатар бұл мемлекеттің де, сот жүйесінің де енді беделін бекітеді деген сенімдеміз. Осы бағытта бұл жұмыстар әлі де жалғасатын болады және жалғасып та жатыр. Қазірдің өзінде біздің 7 судьяның өздерінің жаңа аккаунттарында пост жарияланды. Бұл жұмыс әрине алдағы уақытта жалғасын табады. Соның біреуі мінекей бүгін біз сот және қоғам деген бағдарлама бойынша арнайы оңтүстік телеарнасына келіп, судья Әбдіғаппар Өсербайұлы барлығын жан-жақта түсіндіріп жатыр. Жақсы. Мемлекеттік мекемелер дайын ба бұған біздегілер? Бұған дейін білеміз біз, кез келген бұндай нелі кезде заңды белден басып, өзінің заңгерлерін жалдап жаңағыдай болды бұл жағдайлар. Енді қазір мүмкіндік беріп отыр халыққа. Әрине. Дайын ба бұған біздің мемлекеттік мекемелер? Мен жеке ойыңызды айтыңызшы. Өзімнің жеке ойымша, бұны енді қазір ғана дайындық басталып жатқан сияқты. Мысалға келіп жатыр, олардың барлығы естіп, енді өздерінің қызметтеріне жауапкершілікпен қарап, мысалға енді көп қой енді атқару билігінің жасайтын жұмыстары да, іске асыратын тапсырмалары да өте көп. Оның бәрі халықпен, жеке кәсіпкерлермен қатысты болғандықтан, алдағы уақытта олар дайындығын күшейтеді, осының бәрін ескереді деп есептеймін. Мысалы, осы жақында ғана арнайы жаңағы семинарда Шымкент қаласы әкімінің аппаратының қызметкерлеріне Әбдіғаппар Өсербайұлы және Гүлмира Дұрысбекқызы баяндама жасап, осының барлығын жан-жақты түсіндіріп өтті. Кемшілік бар. Бұл заңды әлі жете оқып, оны толық түсіну ол оңай нәрсе емес. Өзім де осы заңды 2 мәрте оқып шықтым, бірақ кейбір ұғымдар бар екен. Оны сізге судья айтып берсін. Өте бір біз білмейтін ұғымдар. Бізде мен толықтырып өтсем бола ма? Болады. Айтып өтіңізші. Дайын ба жаңа ағамызда шет жағасын астарлап жеткізгендей болды. Қабыл Тұрарұлы, бұл сұрағыңызға жауап берудің өзі біркелкі жауап береді деп айта алмаймыз. Себебі мемлекеттік органдармен біз қазіргі таңда осыған дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал бұл кодекс бүгінгі таңға әлі заңды күшіне енбеді. Қолданыста жоқ, біз үшін жаңалық бұл. Енді 1 шілдеден бастап қолданысқа енгеннен кейін оның өзі өмір көрсетеді, тәжірибе жиналады. Содан кейін біз мемлекеттік органдар оған дайын ба екен, жалпы соттар дайын ба екен деп сол сұрақты сол кезде қоятын шығармыз деп ойлаймын. Түсінікті, жақсы. Бұған дейін осындай жағдайлар істер болды. Даулар болды, иә? Қайтып шешілді? Осы бүгінгі таңға дейін өте орынды, рахмет сұрағыңызға. Бүгінгі таңға дейін бұл мемлекеттік қызметшілердің немесе мемлекеттік органдарының әрекеті немесе әрекетсіздіктері ол Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің аясында шешіліп келе жатыр. Оның азаматтық процестік кодексінде 29-шы тарау бар, мемлекеттік органның әрекетсіздігін дауласу деген бірақ тарау. Ал енді сол бірақ тарау өмір бізге көрсетті, ол тараумен мәселе шешілген жоқ. Сондықтан мына кодекстің қажеттілігі мен айтып өткім келеді. Өзім кіріспемде айттым ғой, басқа елдердің тәжірибесі зерделене отырып қабылданды деп. Ал енді бұрынғы Кеңес одағындағы республикалардың ішінде мен сізге айтатын болсам, біздің Қазақстан Республикасы бұл кодексті ең соңғылардың біреуі болып қабылдап отыр. Неге? Қалған мемлекеттердің бары, біздің көршілеріміз бұрынғы Кеңес одағының республикаларының барлығы бұл кодексті алдын қабылдап
ерте әрекет жасап, оларды бүгінгі таңға қолданыста екен. Ал біз сол тәжірибелерін жинақтай отырып, қажеттілігін барлығын зерделей келе бүгін қабылданып отыр бізде. Қазақстанда 1 шілдеден бастап жұмыс істейді. Осыған байланысты соттар құрылды, осыған байланысты дауларды енді осы соттар шешеді. Түсетін арыз шағымдардың қатары күрт көбейіп кетеді деп ойламайсыз ба? Қалай ойлайсыздар? Мен жауап берсем бола ма? Қабыл тұрар. Айтыңыз. Бұл сұрағыңызға мен мынадай деп жауап берсем дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Себебі сотқа келгенде арыз шағымның барлығы бірден күрт көбейіп кетеді деп айта алмаймын мен. Себебі бұл кодексте істердің реттелуі, қаралу өзінің рет-ретімен барлығы орнымен белгіленген. Яғни мемлекеттік органның шығарған актісіне немесе оның шешіміне дау айтатын адам, ол бірінші сол мемлекеттік органға шағым беру керек. Сол мемлекеттік орган міндетті түрде ол шағымды қарау керек. Содан кейін сотқа шағымдану құқы пайда болады. Яғни сотқа дейінгі дауды реттеу деген осының ішінде бәрі қарастырылған өзінің орнымен. Сондықтан бұл жерде оның барлығын қарау үшін мерзімдері бар. Яғни мемлекеттік органға түскеннен кейін мемлекеттік орган қарайды, ол қараған шешіміне келіседі, келіспейтіннен кейін жоғары тұрған мемлекеттік органға шағымдану міндетті түрде құқы қарастырылған бұл жерде. Сондықтан сол мекемелер қарап болғаннан кейін тек сот қарайды оны. Жақсы. Қабыл аға, сізге де сөз бергім келіп тұр. Бізде заңдар орыс тілінде қабылданады, кейін қазақшаға аударылады. Бұл туралы өзіңіз де бірнеше рет бақ өкілдерін бұқаралық ақпарат құралдарына айтып жүрсіз. Бұл заңда солай қабылданды ма, қалай ойлайсыз? Жалпы оқып көрдім дедіңіз, түсінбейтін тұстар бар ма? Жоқ, енді ұғымдар. Ұғымдар. Бұл жерде ұғымдар өте көп. Ұғым болғаннан кейін ол енді сәл тереңірек, жан-жақты түсінік алуды не қылады, талап етеді. Соған байланысты енді жаңа заң болғаннан кейін, жаңа ұғымдар болғаннан кейін, оны енді судьялар тереңірек түсінеді деп ойлаймын. Менің айтайын дегенім, осы жоғары соттың судьясы осы заңды, яғни жазуға қатысқан, сол өзінің бір сөзінде айтып өтті. Мысалға бұрын осындай істер екеу-үш түссе, мысалға өзге елдерде, яғни осы заңды қабылдап қойған, іске асырып жатқан 5-6 екен. Яғни 2 еседен астам өседі деген ойдамын. Оны енді уақыт көрсетеді, сондықтан да бәріне уақыт төреші. Жақсы. Әкімшілік рәсімдік процестік кодексті бизнес өкілдеріне толығырақ түсіндіріп өтіңізші. Енді бұл қабылданған бізде көп жағдайда істердің көбісі осы жеке шағын орта бизнес субъектілеріне қатысты болып жатады. Арыз шағымдар, даулар. Келісесіз ғой мен? Келісемін. Түсіндіріп өтсеңіз. Енді мен нақты айтып өтетін нәрсем, бұл жерде бұл кодекстің негізі қабылдануының өзі себебі сол жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар бизнес өкілдеріне арналған кодекс деп ойлаймын мен. Соның бәрі тәжірибесі зерделене келе қабылданған кодекс деп ойлаймын. Себебі мемлекеттік органмен ол кісілер күнде кездеседі, күнде іс-шаралар мен проблемалар туындайды, соның салдарынан дау туындайды, сол даулардың бәрін шешетін, реттейтін осы кодекс деп ойлаймын мен. Сол кісілерге арналған кодекс деп ойлаймын мен. Енді мен қоса айтып өтетінім, бұл жерде бір ерекшелігі бұл кодекстің. Бұрын, мысалы, азаматтық процестік кодексінің талаптарына сай, әр тарап өзінің келтірген сілтемесін өз дәлелдеуі тиіс еді. Ал енді бұл жердегі принцип түбегейлі өзгеріп отыр. Бұл жердегі принцип мемлекеттік орган дәлелдеуге тиіс. Яғни мемлекеттік орган дәлелдеп беру тиіс. Дәлелдеу кінәсіз екені дәлелдеуге міндетті. Бұл бойынша міндетті осы кодекс бойынша. Дәлелдей алмаса? Яғни шағым беруші өзінің талабын қойғаннан кейін мемлекеттік орган соны өзінің кінәсіз екенін дәлелдеуге тиіс. Бұл принцип бірінші рет енгізіліп отыр. Бұл принцип бұрын болмаған бұл принцип. Сондықтан бұның ерекшелігі осында. Мәселен, сіз жер алу үшін мемлекеттік органға, яғни жер бөлу құқығы берілген жер кодексі бойынша, ол жергілікті атқарушы органның құзыреті. Жер бөлу үшін сіз шағымдандыңыз. Алайда шағымыңыз қаралғаннан кейін мерзімінде, одан кейін сіздің шағымыңызға олар теріс жауап береді. Яғни сізге жер бөлінбейтін болды, сіздің кезегіңіз келмеді,
қабыл тұрар орнына жер берілді, сізге мәлім болды. Сонда сіздің құқығыңыз бұзылды деп саналады. Яғни сіз сотқа шағымданып, немесе сол органға шағымданып, неге маған жер бермей, қабыл тұрар орнына жерді бердіңіз деп дау айтсаңыз болады. Дәлел болу керек қой. Дәлел болу керек. Дәлелді қайдан алады? Дәлелді ол мекеме бермейді ғой, бермесе ше? Сол кезде сол мекеме дәлелдеуі тиіс. Не үшін сізге бермей, қабыл тұрар ұлына берді деген оның міндеті. Мына кодексте сол бекітілген. Біздің барлығымыз үйренгенбіз. Мемлекеттік орган, мемлекеттік акты, мемлекеттік сол мемлекеттік органның атауын айтып біз үйренгенбіз. Ал мына кодексте енді сол терминдердің өзі өзгеріп, әкімшілік орган, әкімшілік акт деген сондай терминдер қолданылып. Ұғымдар, сол ұғымға біз үйренуіміз керек. Ал мемлекеттік орган сіздің шағымыңыз түскеннен бастап, шағым түскеннен іс арнайды. Бұрындары жай шағымды қарайтын болса, қазір енді әкімшілік іс арнайды. Әкімшілік істің есебі жүргізіледі. Оған сұратулар, дайындықтар, қандай жұмыстар атқарылып, сол істің ішінде бәрі болуы тиіс. Ал ертеңгі күні ол сотта қаралатын болса, соттың сұратуы бойынша сол істі мемлекеттік орган сотқа жолдауға міндетті. Мысалы, өмірде өзіңіз айтып жатырсыз ғой, мысал ретінде келтіріп жатырсыз. Ол мемлекеттік орган оны дәлелдемей қарамай қойса қалайды. Иә, бәрімізге ол мәлім, мемлекеттік орган бүгінгі күнге дейін шағымданған болса, шағымын қанағаттандырмау үшін сіздің шағымыңыз қаралмайды, немесе басқа органға барыңыз деп сілтеме, хатпен, қағазбен бәрімізді солай жұмсап қоятын еді. Енді ондай болмайды. Ондай ол мемлекеттік орган, қазір әкімшілік орган. Енді осыдан кейін іс арнау керек. Мен айтқандай, іс болу керек, қағаздың бәрі толық болу керек, сонымен ол шешім шығару керек. Негізді заңға сүйене отырып, Қазақстан Республикасының Конституциясында, жер кодексінде барлығында көрсетілген өзінің құзыретін шегінде сізге нақтылап шешім қабылдау керек. Хатпен жауап беру емес, қағазбен жауап беру. Шешім қабылдау керек. Шешіммен келіспеген жағдайда сол тұлға немесе заңды тұлға ары қарай шағымдануы құқық пайда болады. Одан кейін мен тағы да қосымша айтайын дегенім, бұл жерде шешім қабылдағаннан кейін ол орган сол шешімді шағымдану, қайда бару, қай сатыда қаралатын бәрін түсіндіруге міндетті енді. Егерде біз әрекетті деп айтып жатырмыз ғой. Әрекетсіздігі бәрімізге мәлім, ол жауап бермей, мүлдем ешқандай жауап болмаса, әрекет болмаса, ол әрекетсіздік деген ұғым. Ал әрекет жасап, бірақ қанағаттанбайтын әрекет жасайтын, бағана мен айтқандай, сілтеме бір хатпен жауап беруге оның құқығы жоқ. Жақсы, құқығы жоқ. Ол міндетті түрде шешім қабылдау керек. Шешім қабылдамаса, қабылдайды. бағанағыдай сілтеме жіберіп отырса, ол кісілерге шара көріле ме? Көріледі. Қандай шара көріледі? Көріледі. Бұл босында көрсетілген бе? Көрсетіледі. Яғни сол шешімге оның әрекетсіздігіне келіспеген адам сотқа береді. Сот арқылы ол шешіледі. Егер де сол анықталатын болса, сот оған шара көріп, оны қадағалау. Қандай шара? Әкімшілік, қылмыстық, әкімшілік болады ғой? Жоқ, әкімшілік болмайды. Бұл жерде бөлек шара көрсетілген. Оларға айыппұл ретінде шара салады. Қанша көлемде? Соттың шешімін орындау үшін 10 айлық есептік көрсеткіштен 20-ға дейін соны орындамаған жерде ол көбейе береді. Оны осы кодексте бөлек тарау ретінде, бөлек бір бұл бұрын болмаған, тәжірибеде болмаған нәрсе сот бақылау деп арнайы тарау бар. Түсінікті. Бір мекеме 100 адам жұмыс істейді. Айыппұл салынды. 10 МРП. Бұны сол жердің басшысы төлеу дейсіз бе, жоқ олда әрбір азамат қалтасына шығарып төлеу дейсіз бе? Бұл да бір сұрақ. Дұрыс қой, бұл сұрақты мен жалпылама сұрақ деп ойлаймын. Бірақ мен сізге нақтылап көрсететін болсам, егер де сол дауға шағымданған ұжым болсын, немесе жеке тұлға болсын, оны сот қараған кезінде сот өзі нақты шешімде көрсетеді. Ол басшысынан өндіру ма, немесе мекемеден ба? Кімнің кінәсінен болған, оны анықтау керек. Оны сотта зерделеп, тексерудің арқасында анықтау. Жақсы, қызметтен кетіп қалған жағдайлар бар. Бар. Ондай жағдайлар қалай шешіледі? Ондай жағдайларда, мысалы, егерде мекеменің басшысы болып... Індетіп қазбалайсыздар ма, жоқ олда? Жоқ, ондай оны қазбалаудың қажеттілігі жоқ. Ондай мен ондай ұғымды, ондай сұрақтарды да түсінемін. Бар ғой, мысалы үшін мен пәленше жылы келдім, тұрдым, ана кісі мұнан 5 жыл бұрын жер алып қойып, мен ала алмадым. Бұл кезде
сол кезде қызмет атқарған азаматты іздеуге тура келеді, дұрыс қой? Заң артқа қарай жүрмейді ғой, Нұреке. Жоқ, мен былай түсіндірсем бола ма бұл сұраққа? Енді егерде ол мекеменің басшысы ауысқанымен мекеме бар ғой, ол мекеме жауап береді оған. Мекемеге қарай шешім шығады. Мекемені дауды шешкен кезде мекемеден сұраныс болады. Ал екіншіден, бұл жерде айтып өтетін нәрсем, бұл кодексте қарастырылған тағы бір нәрсе бар. Егерде мысал ретінде өмірде болып жатқан нәрсені келісесің, бүгін бір әкім келді, бір шешім шығарды. Дұрыс па? Сізге қатысты. Ертең әкім ауысты, басқа әкім келеді, сізге қатысты шешімді заңның күшін жояды, немесе өзгертеді. Ондайға жол берілмейді бұл жерде. Берілмейді, себебі тұлғаның, шағымданған тұлғаның жағдайын ауырлатуға болмайды. Түсінікті. Қабыл аға, бізде істердің жалпы қанша пайызы медиация тәртібімен шешіліп жатыр? Орташа есеппен. Енді бұрын 1%-дан бастадық қой, сол 12-ші жылы. Қазір кезде 20%-ның айналасында. 20%-ның арасында? 20 өсті деген сөз, Бірақ әлде де ол өседі, көбейеді. Өйткені былтырғы жылы мынау азаматтық процестік кодекске арнайы баптар енгізіліп, толықтырылды. Соған байланысты осы өзгеріске орай. Енді судья іс түскен кезде 10 күннің ішінде соны медиацияға келтіру мақсатында, осы мақсатта жұмыс істейді. Түсінікті. Әкімшілік рәсімдік процестік кодексті медиация тәртібімен шешуге болады ма? Болады. Бұл да қаралып қойған. Өте орынды, өте қазіргі заңның, қазіргі заманның талабына сай қойылған сұрақ. Мына кодексте рәсімдік процестік кодекс осы татуласу рәсімдері қарастырылған. Арнайы медиация тәртібімен 120-ші баптан басталады, 6 баптан тұрады. Ол жерде медиация заңы қолданылады. Бізде бұрын бүгінгі таңға дейін заңнамалар, қолданыстағы заңнамаларға сай мемлекеттік органның өкілдері, мемлекеттік орган басқа тұлғамен, басқа адаммен татуласуға мүмкіндігі болмаған. Себебі заң талаптарына сай, ол бүгінгі таңға дейін ол артықшылық көрсету, сыбайлас жемқорлыққа бағыт бұратын деген ұғыммен келдік. Алайда қазіргі таңда медиация туралы заңына өзгеріс енгізіліп, осы кодексте татуласу рәсімдері қарастырылған. Яғни мемлекеттік орган егерде сол келіп түскен дауды шешу мәселесі бойынша мүмкіндігі бар болатын болса, оны рәсімдік осы татуласу рәсіммен шешуге мүмкіндігі бар. Барлық істерді? Барлық істердің, барлық дауларды. Жақсы. Бұрын ондай жоқ болатын. Бұрын ондай жоқ болатын. Тек азаматтық жеке тұлғалардың арасында басқалар. Мемлекеттік орган ондайға баруға мүмкіндігі жоқ еді. Жақсы. Қабыл аға, Шымкент қаласында әкімшілік сот қашан құрылады? Енді көпшілікке белгілі, осы жылдың 26 қаңтарында мемлекет басшысының жарлығымен осы арнайы әкімшілік сот құру жөнінде жарлық шықты. Осы жарлыққа байланысты біздің қалалық соттың төрағасы сол жұмыс тобын құрды. Осы жұмыс тобының төрағасы бұл Шымкент қаласының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Мұхтар Абайұлы Пәрменов және қалалық соттың судьясы Гүлмира Дұрысбекқызы Қыдырбаева, сонымен қатар Шымкент қаласының мамандырылған әкімшілік сотының төрағасы Ғалым Қалдаров, Шымкент қаласының мамандырылған аудандық экономика сотының төрағасы Малик Майсаханов, Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшілігінің басшысы Берік Мерханов, осылай кеңсе меңгерушісі бар, оның ішінде бізде бармыз, бөлім басшылары бар. Әр сала өзінің, мысалға материалдық техникалық қамтамасыз ету бөлімі оларды материалдық жағынан қамтамасыз етеді. Мен ақпараттық жағынан қамтамасыз етемін. Кеңсе олардың мамандарын дайындайды. Кадр бөлімі бар. Сондықтан да осы бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Сонан кейін барып жалпы 9 бірлік судьяның 9 штаты берілген. Енді 9 судья. Ол енді алдағы уақытта іріктеліп, енді бұған бұрынғыдай қосымша штат бөлінбеген, барлық ішкі мүмкіншілік есебінен қаражат та қарастырмаған. Енді өзіміздің ішкі мүмкіншілікке қарай, сонымен қатар мынау штат та барлығы солай шешіледі. Қашан? Биыл құрылады ғой жалпы? Биыл 1 шілдеден бастап жұмыс құру жөнінде жарлық шықты. Жұмысқа кіріседі. Соған байланысты қазір дайындық, алдын ала түрлі материалдық техникалық базасын қамтамасыз ету, кадрлық жұмыстардың бәрі жүргізіліп жатыр. Ол енді 1 шілдеден бастап іске қосылады. Жұмыс істей бастайды. Әбдіғаппар мырза, сіз судьясыз. Қанша жылдық еңбек өтіліңіз бар? 18 жыл. 18 жыл. Осы әкімшілік рәсімдік процестік кодексте солқылдақ тұстар бар ма? Жеке ойыңызды айтыңызшы.
енді менің жеке ойым қазіргі таңда толықтырулар жүруі мүмкін бе? толықтырулар әрине ол өмір болғаннан кейін толықтырулар болады. Себебі біріншіден бұған тәжірибе қалыптасу керек. Бүгінгі таңда сот тәжірибесі жоқ бізде. Бізді қазір жоғары соттың тарапынан көп жұмыстар жүргізіліп, судьяларды осыған дайындап, оқыту мәселесі, басқа елдердің тәжірибесін, басқа елдердің осыны қолданып жүрген судьялары бізге лекциялар оқып, семинарлар өткізіп жатыр, дайындықтар жүргізіп жатыр. Ал біз өзіміздің кезегімізден осы жергілікті әкімшілік органдар деп айтамыз ғой қазіргі осы кодекс бойынша. Біз оларға түсіндіріп жатырмыз, үйретіп жатырмыз. Бұл кодекс 1 шілдеден бастап жұмыс істей бастайды, сот тәжірибесі қалыптасады, содан кейін оған өзгертістер мен толықтырулар енгізулер мәселесі сол кезде көтерілуге болады. Түсінікті. Бүгінгі таңда мен айтайын, осы кодекс қабылданғаннан кейін арнайы заң қабылданып, сол заңда өзгерістер мен толықтырулар басқа заңдарға, осыған қажет заңдарға, мысалы әкімшілік рәсімдеу деген заң бар бізде. Бүгінгі таңға дейін жұмыс істеп келе жатыр. Ол заң сонымен қатар азаматтардың арыз шағымдарын қарау заңы бар. Сол заң осы кодекстің ішінде қазір. Осы кодекс күшіне енгеннен кейін ол заңдар бұрынғы өзінің күшін жоғалтады, осы кодекстің аясында қаралады. Түсінікті. Қабыл аға, соңғы сұрақ. Әкімшілік рәсімдік процестік кодексті алға тартып, мемлекеттік мекемелердегі арасындағы мәселені шешіп алғысы келген азаматтар 1 шілдеден бастап қайда барады, не істейді? Әрине, өздері сол арыз жазып, сол шағыммен сотқа барады. Осы ретте айтайын дегенім, бұл кодекс азаматтардың және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған. Мынау жалпы мемлекеттік органдағы қызмет істейтін азаматтардың жауапкершілігін, яғни мемлекеттік қызметшілер жауапкершілігін көтеріледі, жақсарады деген толық сенімдемін. Жалпы жергілікті жердегі сотқа барып шағымданады. Әлбетте. Әлбетте. Мен түсіндіріп өтейінші, толықтырып өтейінші. Бұл кодекстің қабылдауына байланысты, жарлыққа байланысты Қазақстан Республикасында әр облыс орталықтарында және республикалық маңызы бар қалаларда мамандандырылған әкімшілік соттары құрылды. Одан басқа республика бойынша айқындалған бірнеше үлкен қалаларда, мысалы Екібастұз, тағы бірнеше осындай аудандар, Жезқазған, Жаңаөзен деген қалалар сияқты қалаларда осындай соттар арнайы құрылды. Енді бұлардың соттылығына келетін болсақ, мысалы Шымкент қаласындағы даулардың барлығы Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында қаралады. Ал ауданды басқа, мысалы Түркістан облысы дейік, басқа жердегілер аудандарда осындай даулар болатын болса, сол жердегі аудандық сот бұл шағымды қарап шешуге міндетті. Түсінікті, рахмет. Құрметті спикерлер, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп отыр. Өкінішке орай студиямызға келіп, бірқатар сұрақтарымызға ашықтық көзде жауап бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Істеріңіз берекелі болсын. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Ашығын айтып ақ сөйлесең, қоғам барлығына таразы. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.